Бүгінгі видеода сұрақтарыңызға жауап аласыз. Айтпақша сәлем достар, надеюсь мені ұмытпаған жоқ шығарсыздар. Вот сол ұмытпас үшін мен бүгін видео шығарам деп шештім. Білмесеңіздер, мен ютубты тастап кеткен жоқпын. Видео шығады, бірақ бұрынғыдай керемет качествода емес. Ал кеттік. Сәлем, маған бірінші болып жауап берші. Сырлыбек, қара, мен сен сұрағыңа технически бірінші болып жауап бердім, бірақ сенен бұрын басқа жазған адамдар бар, так что мен бірінші соған жауап бере қояйын. Сен қай қалада тұрасың? Мен қалада емес, ауылда тұрамын. Толығырақ айтатын болсам, Төрткүл. Сен нешінші жылғысың? Мен 2008 жылғымын. Күніне неше рет шығасың? Сен нешінші жылы ютуб бастадың? Мен ютубты сонау 2021 жылы бастадым. Если что, сол канал описаниеда кіріп тіркеліп кет. Шын атың кім? Шынайы атым Нұрзаман. Тобыңа монетизация қосылған? Жоқ, менне қосылмаған, бірақ қосуға шанс бар, так что көмектесейік. Сен қайда туылдың? Нешінші жылғысың? Ютубты қашан бастадың? Бро, ренжіме, бірақ бағана дәл осы сұрақтарға жауап беріп тастаған болатын. Сәлем, менің сұрақтарыма жауап бермес бұрын Мико сәлем деп айтшы. Болыпты, Мико сәлем, қалайсың? Жағдай жақсы ма? Нормально ма бәрі? Ютубты не себеппен бастадың? Мен ең бірінші ютуб бастағанда менің ойым жай ғана басқа ютуберлерге еліктеу болған. Сенің хоббиң қандай? Менің хоббим негізі Mortal Kombat ойнау. Именно Mortal Kombat PlayStation'де. Желательно достармен. И всем советую, өте қызық ойын. Сенің қызың бар ма? Менің ба? Арманың қандай? Менің арманым негізі өте көп, оның бәрін айта берсем видео ұзап кетеді, нереально ұзап кетеді. Любой бір спортқа қызығасың? Я негізі спортқа қызығамын, біраз спорттары қызығам, бірақ олармен айналыспаймын. Реал Мадрид или Барселона? Реал Мадрид. Қандай елге, қандай қалаға барғың келеді? Мен негізі Қазақстан территориясынан вообще шығып көрмегенмін, так что любой елге барсам, бұл мен үшін естен кетпес болады. Сен үшін не маңызды? Негізі денсаулық маңызды. Тек маған емес, кез келген тірі мақұлық, кез келген биологиялық жасушаға тірі қалу, яғни денсаулығы өте маңызды. Жоқ, мен Дискордты қолдамаймын. Так, ответін көрейік, бірдеке деп. Өтініш, видеоға шығаршы дейді. Конечно, шығарамын. Менің сұрақтарыма жауап бересің деген ойдамын. Так, достар, бетейікші. Мен мына фонды ауыстырайын, чтобы удержание ұстау үшін. Все, енді сұрақтарға жауап берсек болады. Неге видео шығармай кеттің? Және де оған не себеп? Негізі оны барлығы біледі деп ойлаймын. Мен ұбт-ға дайындалып жүрмін. Менде уақыт аз. Бірақ сонда да мен өзімнің аудиториямды ұстап қалғым келеді. Сондықтан арасында видео шығарып тұрым керекпін. Өмірінде бір рет болсын қыздармен сөйлескенсің бе? Конечно, менің анам бар, менің әпкем бар, қарындасым бар, апам бар. Жалпы бұл планетадағы 60% адамдар, олар қыздар. Мен примерно, санаймаймын, өте көп қыз адамдармен сөйлескенмін да. Қандай ютуберлермен коллаборация жасағың келеді? Мен негізі Олжас Тоқыбаймен коллаборация жасағым келеді. Аниматор болмасам да жасағым келеді. Бірақ Қайсармен де жасағым келеді. То есть Қайсармен болып жатыр коллаборация. Қайсардың каналына кіріп көрсеңдер болады, өте қызықты видео шықты. Бірақ негізі мен сияқты контент түсіретін жандармен де коллаборация жасағым келеді. Егер мүмкіндік болса, қандай ойынға саяхат жасайтын едің? Егер мүмкіндік болса, мен Ми-сайт ойынына саяхат жасайтын едім. Я скоро Ми-сайт Zero деген шығады, ол сондай Ми-сайттың андай сюжетсіз ойын ма, сондай бірдеке, вот соған саяхат жасағанда қызық болар еді. Салмағың қанша килограмм? Мен негізіне бірінші сұраққа жауап бере алмаймын, себебі мен салмағымды негізі вообще өлшемеймін. Бойың қанша фут? Дюйм деп па, бойың қанша сантиметр? А тебя это ебать не должно. Большие города. Ойнап айтам, ренжіме. Менің бойым негізі кішкене аздау деп ойлаймын, 168. Вот нормально ма, ребята? Менің ойымша аз сияқты. Мектеп саған нешінші сыныпқа дейін ұнады? Мен мектепте ешқашанда ұнатқан емеспін, ұнатпаймын да. Эдитті қалай жасайсың? Все, окей, мен сендерге эдит жасаудың тегін мастер-классын айтам, тез. Ең бірінші, ұнаған эдиттеріңді табасыңдар, сол эдиттеріңді өздерің істеп шығасыңдар. В общем, сол идеальный эдитке қарап тұрып, өздерінің эдиттерін жасайсыңдар, примерно осындай болып шығу керек. Node Video деген приложение арқылы цветокоррекцияны өзгертесіңдер.
И біздің эдитіміз осындай әдемі түс болып тұрады. Качествосын енді арнайы Telegram боттар арқылы дұрыстайсыңдар. Саған ең ұнаған телефонға арналған ойын. Маған негізі телефон ойындары вообще ұнамайды. Жоқ, ұнайды, бірақ классикалық ойындар. Subway Surfers, Minecraft деген сияқты осындай классика легендалар ұнайды. Жауап үшін рахмет. Сіздерге де рахмет, осындай сұрақтарыңызды жазып қойып жатқандарыңызға отдельный благодарность деп қоясыңдар. Так, не дейді? Free Fire, сука, де сила дейді. Free Fire, сука. Все, рахмет, силамын мен. Сен ютубта қанша жазылушыға жетуді ойлап жүрсің дейді. Максимальный көп подписчик жинағым келеді. Кәдімгідей популярный ютубер болғым келеді. Вот сіздер қалай ойлайсыздар? Давай сіздер жазыңыздар. Мені қанша подписчикке достойный деп ойлайсыздар? Соны комментарийға жазыңыздар. Атыңды кім қойды? Атымды менің атам қойған болатын. Нұрзаман деп. Өзіңе ең жақын аниматор кім? Маған негізі көптеген аниматорлар жақын. Мен өте көп аниматорларды білем және олар менің достарым. Бәріне рахмет, короче, барлық аниматорлар білем ғой мен. Қайсар аниматорға, Олжас Тоқбай аниматор, көп аниматорларға рахмет негізі. Вот. Өйткені олардың арқасында дамыдым, олар да менің каналымды қолдады деген секілді. Анимация жасап жатқандағы ең Бро, мен анимация жасамаймын, окей? Мен өзімді негізі аниматор деп санамаймын. Скибиди туалеттер сериясында неге аквамендар камерамендерден бөлініп кетті? Енді бөлінгісі келген шығар. Team Chesla деген кім Dark Size болды? Білмеймін. Все, сен сұрақтарыңа жауап бермеймін, окей? Ренжіме, все. Нормально. Жауап бермеймін бірақ сен сұрақтарыңа. Сен кімсің? Қотақ бас шешеңамсың. Кімге жазып нахуй? Сен білесің мен кіммін, блядь? Мен авторитетпін, сука, мен қазақпын нахуй. Ал сен, сука, гей, блядь, неге подписаться етесің